Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздермен бірге бауыр котлеттерін дайындайтын боламыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Бізге керек болады бауыр, алдын ала кесіп турап қойдым, себебі мясорубкіден өткіземіз. Бізге морковь керек, картоп қосып жатырмын, жуа, чеснок, тұз, бұрыш, сода, шемешкі май, сүт, жұмыртқа және ұн керек болады. Алдымен дайындап қойған бауырымызды мясорубкіден өткізіп бастаймыз. Бауырдан кейін дайындап қойған морковымызды, чесногымызды, овощтарымызды мясорубкіден өткізіп аламыз. Өткізіп болғаннан кейін барлығын осылай видеодағыдай жақсылап араластырамыз. Қандай әдемі болып жатыр, қараңыздар. Үстіне сүт қосамыз. 200 грамм сүт қосуымыз керек. 1 штук жұмыртқа. Шемешкі май. Жалпы граммдарын описанияға жазып кететін боламын. Шемешкі май қосамын. Керегінше мына жерде тұз, бұрыш және сода қостым. Сода қоссаңыздар, бауырларыңыз, бауыр котлеттеріңіз кішкене пышнылау болып, көтеріліп, жақсы болып, әдемі болып піседі. Барлығын жақсылап осылай араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымыздан қосамыз. Қатты көп қоспаймыз, шамалап қосамыз. Ұны көп болып кетсе де, котлетіміз кішкене дәмсіздеу болып қалады. Массамыз да дайын болды, сұйықтау болады. Қызып тұрған табаға май қойып, майды қыздырып, соның үстіне осылай дөңгелектеп, ас қасығын қолдана отырып, қуырып аламыз. Отымыз қатты болмау керек, жай болмау керек, орташа болу керек. Сол кезде бауырымыздың ортасы біркелкі болып пісіп шығады. Бұл тез дайын болады, бауыр деген жалпы тез пісетін болғасын. Күйдіріп алмау керекпіз. Котлеттерімізді осылай екі жағынан аударып отырып пісіріп аламыз және түсірген кезде осылай салфетканың үстіне түсіреміз, сонда майын сорықтырып алатын боламыз. Котлеттеріміз өте әдемі және дәмді болып шығады. Осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Балдарға колбасаның орнына бергенде жақсы. Колбасадан әлдеқайда пайдалырақ. Мен солай жасаймын.
Мінекей, котлеттеріміз дайын болды. Өте әдемі. Осылай салфетканың үстінде тұра тұрған жақсы, шамалы уақыт май сорғып жақсы болады. Осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.